Сәлем достар, бүгін осындай ең оңай, ең қарапайым сметанный кремнің жасалу жолымен бөлісемін. 20% қаймақты осылай марлеге орап 7-8 сағатқа қалдырғаннан кейін оның осындай сары суы бөлек шығып, қаймақтың өзі қоп-қою осылай болып шықты. Енді осы қаймақтың үстіне қант ұнтағын қосып, бір араластырып алып, оның үстіне сгущенка қосатын боламын. Менде қант ұнтағы 50 грамм ғана болғандықтан, мен сгущенное молоко қосып миксерлеп алдым. Ал егерде сіздерде қант ұнтағы 100 граммдай болатын болса, соны ғана қосып миксерлеп алсаңыздар, өте қою крем шығатын болады. Мінекей мен сгущенное молоконы құйып осылай бір араластырып алдым да, оны миксердің көмегімен 5-10 минуттай араластыратын боламын. Бұл кремнің құрамын төмендегі описание бөліміне толық жазып кететін боламын. Сол жерден кіріп қараңыздар. Мінекей менің сметанный кремім осылай дайын болып шықты. Енді оны тоңазытқышқа салып қоямын. Егерде видео ұнап жатса, лайк басып, төменге пікір жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.